Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Бүгін біз осындай жаңа керемет нағыз ұлттық локация. Дәл осы жерде бүгін сабақ түсіремін. Міне бүгін осындай сабақтың алдында осындай алғам, балығымыз өте керемет. Және міне осы дәл осы жерде ана жақ бұрышында тоғызмақ тақтасын қойған екен. Соны ашып қарап көрейік. Осындай қаламызда керемет локация бар болғанда кешкен уақытта келіп тоғызмақ ойнап айдауға болады екен. Ал бүгінгі бір көрсеткім келгені қалай тоғызмақ ойында шабуылдап ойнауға болады. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мысалы, осындай бір позицияда 8-2 тұздықта. Мәселен, сізге тез тас жинау керек болса, сізге мысалы керегі 10 тас. Ол 16, бар жоғы 16 тастан қалай сіздер сол 10 тасты жинайсыз? Соны бір бақылап көрейік. Мына жерде мысалы 16 тас бар. Алдында айтқандай, бұның екі жол бар. Бірінші жол 9-ы жинап, бірте-бірте күту. Оны да қолдануға болады. Бірақ егер мысалы материал ходтар аз болса, бірақ оны комбинация арқылы тас жинауға болады. Оны қалай жасауға болады? Алдында айтқандай, бір сабақтарында 2-3-5 комбинациясы қолдана беріңіз. Сонда сіз тас жинай аласыз. Оны қалай біз келтіреміз? Алдымен мысалы 67 жүрсек, кейін жақта 58 жүрсін жеріміз. Сонда мен 2, 3, 4, содан мен 5-ші тасты қосамыз да, кәне көрейік. Осы жерден біз 10 тас жинап көреміз. Алған тастарды осы қазанның үстінен қойып көреміз. Үстіңгі жағын босатайық. Көрейік, 10 тас жиналамай екен. 91, 1-2, 72, 2 тас, тас жатын. 82, 4 тас болды. Егер мына жерде қалдырады, мысалы басқа жүрістер жүреді. 67, 92. Енді қараңдар, бұл жерде жүргенде бірден 91 тастауға асықпаймыз. Яғни бүкіл күштерімізді жақынырақ әкеле қоямыз. Яғни тағы да жаңа 2-3-5-ке келтіреміз. Немесе былай да келтіруге болады. 2, 2, 5 тұр. Енді жақта әрине тастар болмайды. Енді көрейік. 91, 72, 13, 72, міне 6 тас болды. Тағы да шабуылдамаймыз. Одан кейін міне жақта 78 жүрмізді, кейін тек 91 шабуылдаймыз. Сіздер 2 емес, тағы да 4 тас жинайсыздар. Сөйтіп, бұл жерде 16-дан
10 тас жиналады. Яғни сіздерге көп тас жинағанда ең басты бұл жерде 2-3-5 принципін қолданып, сонымен сіздер көп тастар жинай аласыздар. Бірақ материал көп болғанда, мынау жағдайда соңғы атаканы, яғни шабуылды бірге жасамаңыздар. Яғни бірінші мынау материалды жақындатып, бірақ қана кейін тек қана шабуылдайсыздар. Алдыңызда рахмет сіздерге. Осындай керемет локацияға келіп, осы жерде қымыз ішіп, тоғызқұмалақ ойнап, осында келдіңіздер.